Кыс мезгілінде денсаулықты сақтау, жылы жүру және дұрыс тамақтану маңызды. Төменде кыс мезгілінде күтіну бойынша кеңестер беріледі. Дене күтімі және жылы киіну, жылы аяқ киім таңдау. Материал, табиғи былғары немесе замша аяқ киім су өткізбейді және ұзаққа шыдайды. Іші жылы қалың материалмен, қой жүні, синтетикалық жылытқыш қапталған болуы керек. Табаны. Резеңке немесе полиуретан табан сырғанамайды және суық өткізбейді. Табаны қалың болған сайын аяқ суықты аз сезеді. Размері. Аяқ киім сәл кең болуы керек, себебі тар аяқ киім аяқты тоңдырады. Қалың жүн шұлықпен киюге ыңғайлы болғаны дұрыс. Қосымша, суға төзімді етіп өңдейтін арнайы спрейді қолдану. Табанға қойылатын жылы төсемдерді пайдалану. Қабаттық жүйе. Бірнеше қабат киіну жылуды жақсы ұстайды. Ішкі қабат жылытуға арналған жүн немесе термо іш киім. Ортаңғы қабат изоляция үшін, жылы свитер немесе флис. Сыртқы қабат желден және қардан қорғау үшін, пуховик немесе ұзын пальто. Бас киім. Басты жылы ұстау өте маңызды. Жүнді немесе жүн араласқан бас киім таңдаңыз. Қолғап, термоқолғап немесе жүнді қолғаптар суықтан жақсы қорғайды. Қыста қолдануға пайдалы шайлар мен тағамдар. Жылы шайлар, зімбір шайы. Иммунитетті күшейтеді және денені жылытады. Рецепт: зімбірдің бір бөлігін кесіп, лимон, бал қосып, қайнаған суға салып ішу. Қарақат шайы. Қарақатты көп мөлшерде дәрумені бар, бұл суық тиюдің алдын алады. Шөп шайлары. Жалбыз, түймедақ, итмұрын, шиповник сияқты шөп шайлар тыныштандырады және денені жылытады. Қара шай немесе көк шай. Бал немесе лимон қосу арқылы пайдалы етеді. Қыстағы пайдалы тағамдар көкөністер. Қызылша, сәбіз, асқабақ дәрумендерге бай және иммунитетті нығайтады. Жемістер, апельсин, лимон, мандарин дәруменінің көзі. Алма, анар қан айналымын жақсартады. Жылы тағамдар. Сорпалар, тауық сорпасы, көкөніс сорпасы. Ботқалар жармасы, қарақұмық, күріш. Ақуызға бай тағамдар. Ет, балық, жұмыртқа энергия береді және денені жылы ұстауға көмектеседі. Жаңғақтар мен бал. Жаңғақтарда пайдалы майлар бар, ал бал табиғи қуат көзі. 3. Денсаулықты сақтау. Суықтан сақтану. Аяқты, қолды және бас аяқ киімді құрғақ ұстау. Сырттан келген соң жылы душ қабылдау. Дене шынықтыру. Қозғалыс денені жылы ұстап, қан айналымын жақсартады. Дұрыс ұйқы. Қыста иммунитетті сақтау үшін жеткілікті ұйқы маңызды. 8 сағат. Ылғалдандыру. Теріні кептіруден қорғау үшін ылғалдандыратын кремдер қолданыңыз. Қысқы негізгі ережелер. Жылы, желге және суға төзімді киім киіңіз. Пайдалы тағамдар мен жылы сусындарды тұтыну арқылы денеңізді қолдаңыз. Суыққа көп шыққанда ерекше мұқият болыңыз. Денеңізді қозғалыста ұстаңыз және денсаулығыңызға мән беріңіз.